Сабағымызды бастаймыз. Олай болса, сабағымыздың тақырыбы интерьерге арналған 2D, 3D форматындағы сәнді бұйымдарды жасау. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты экранда көрініп тұр. Таныс болайық. Олай болса, біз бүгін сабағымызда сәндік бұйым жасау негізгі кезеңдерін сақтай отырып, олар бұйымды таңдау, нобайын дайындау, материалын дайындау, құрал-жабдық таңдау, кезең-кезеңмен орындау және бұйымды сәндеу. Осы кезеңдерді ескере отырып, қабырғаға арналған 3D форматындағы көбелектерді дайындаймыз. Олай болса, келесі видеоға назар аударайық. Біздің 3D форматымыздағы бабочкаларды, көбелектерді істеу үшін бізге мынандай стикерлер, не болмаса, ондай стикер болмаса, түрлі түсті қағаздарды квадрат тәрізді формасымен қиып аламыз. Ортасынан бүктейміз. Яғни жан-жағынан дәл солай қайталаймыз. Екінші жағынан да. Көбелегіміз әдемі болу үшін шетін қайшымен қиямыз. Қайшы ұстағанда абай боламыз, қыздар. Ортасынан қатты итеріп қоямыз. Қажет болса, желімді қолдануға болады. Мінекей, осылай біздің 3D форматымыздағы көбелектеріміз дайын болды. Олай болса, осы көбелектерді істеп, маған кері байланыс жіберулеріңізді сұраймын. Іске сәт, қыздар.